Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаны қолдап тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Танымал тележүргізуші Ирина Тен инстаграмдағы парақшасында мәмбет сөзінің мағынасын түсіндіріп жазба жариялады деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Қазақ тілі мәмбеттердің тілі, ол рас. Мәмбет сөзінің мағынасын түсіне білгенге қазіргі жастардың санасына мәмбет деген сөз бір қараңғылықтың, надандықтың баламасы болып қабылданатынына жасырын емес. Ауылдан келген болса, кез келген біреу сол мәдениетсіздікті танытса, орысшаға тілі сәл шорқақ болып жатса, тіпті жол ережесін бұзса, бейтаныс біреуді осылай атай салатындар бар. Ендеше білмегендермен бөлісейін, білетіндердің есіне салайын. Мәмбет Мұхаммед пайғамбардың құрметіне қойылған есім. Сөз түбірі арабтың хамд, мақтау сөзімен төркіндес. Мұхаммед, Ахмад сөздері мақтаулы, мадақтаулы деген мағынаны білдіреді. Ал тарихта 300-дің басын қосып, ел бастаған Абылай ханның сенімді серігі болған Мәмбет батыр Күнбасұлының, сыр еліне аты белгілі Мәмбет әулие Олжабайұлының есімдері кездеседі. Оны бірі естісе, екіншілері мұндай адамдардың болғанынан да бейхабар. Кім-кім екінші біреуді кемсіту, төмендету мақсатында мәмбет деп атаса, өзінің білімсіздігін әлемге паш еткені дейді. Әлем демей-ақ өзінің қарсыласына кімнің шынымен қараңғы екенін түсінуін жеңілдетеді. Сонымен қазақ тілі мәмбеттердің тілі деп жазады журналист.